Саламатсызбы? Мгм. Так, бастайық, иә? Саламатсыздар ма? Қалдарың қалай? Нұршат бауырым, қалың қалай? Ассалаумағалейкум ағай. Уалейкум. Сенің прическаны көріп қуанып қалдым ғой. Так, ары қарай кеттік. Бүгін бізде предпоследний деп айтсақ болады, яғни соңғы сабақтың алды, иә? Өткенде берілген тапсырмалар бойынша дайындалып отырсын. Мәриям Бекзат, Қазақстан Республикасындағы жарнама туралы дейді. Қазақстан Республикасының тілдер туралы сөйлей керек екен. Ол болсын мен Шынар, көркем шығармашылық деген не дейді? Мөлдір А мен Мөлдір С бейнелеу өнері туралы сөйлеу керек екен. Олар дайындалып отырсын. Әзірге мен сөйлеп шығайын кішкене. Рұқсат болса. Әлде Нұршат сөйлесін ба? Нұршат, сен өткенде бір қосылып шыққаннан қоян суретін сап кеттің ғой. Қайтып неге қосылмадың? Мен бір сағат қана ма деп жүрмін ағай. Неге? Сен өзің жариялап алдың ғой сонда не? Жоқ. Болмайды ғой. Біз мына бір оқу жылының жарты семестр бітіп жатырмыз. Сені әлі білмедім деп отырсың. Оны қалай түсінуге болады? Өпілген жігітсің енді. Қанша қыздар артынан жүгіріп жүрген енді. Қыздарға да бір-ақ сағат уақыт бөлетін сияқтысың сен, Қалжың бар енді. Так, жақсы, ары қарай кеттік. Біз бүгін қазақтың танымал баспагерлері туралы, олардың заман талабына сай шығармашылық ізденістер туралы тақырып өтеміз. Содан кейін түпнұсқа және көшірме өнім түсінігі дейді. Түпнұсқалық туындыны зерттеу әдістері деген практикалық сабақтың тақырыбы бар екен. Сондықтан осы тақырыптар бойынша сөйлейік. Содан кейін сіздердің балдарыңыздарға жоғарылату үшін мына жерде соңғы сөз тұр екен. Яғни Қазақ университеті баспа үйінен жарық көрген кітаптардың композициясына талдау жасау дейді. Естіп отырсыңдар ма? Қазақ университеті баспа үйінен жарық көрген кітаптардың композициясына талдау жасау. Яғни реферат жазу. Реферат жазу керек екен. Сондықтан енді сендер көбінесе интернет кеңістігін қарауға тырысу керексіңдер. Интернеттің кеңістігінде тіпті былайша алғанда Қазақ университеті баспасынан шыққан оқулықтар, оқу әдістемелік құралдар өте көп, көркем әдебиет болсын, жалпы алғанда. Сондықтан меніңше бұл сөз сіздерге қиыншылық тудырмайды деген ойдамын. Балым, қалай ойлайсың? Солай дұрыс па? Ағай, қазір интернеттен барлығын табуға болады ғой. Жақсы. Ондай болса, қазақтың танымал баспагерлері дейді. Олардың заман талабына сай шығармашылық ізденістер деген тақырып бойынша сөйлеп көрейік. Нұршат, сен айтшы, баспагер дегеніміз кім? Баспагер деген немен айналысады? Кім ол? Баспагер деген енді кітап шығаратын адамдар шығар. Кітап шығаратын адам, е? Дұрыс. Кімдерді танисың? Жоқ. Тануым жоқ. Анау Джунго баспасынан жарық көретін кітаптар бар ғой көп, олар танымайсың ба не? Баспагер авторларын айту керек па? Жоқ, сондай мықты баспаның басшыларын танисың ба дегенім ғой. Басшыларын ұқпайды, енді авторын білемін енді біразын. Біразын білемін деші. Кімдер енді ол? Қандай авторлар? Лушин. Сөйтіп айта берсеші, Лушин, Шин, Шан, Шон, Фу деп.
Біз арға түсіне береміз ғой. Қалжың енді ренжіме. Кішкене жақын мереке келе жатыр, кішкене көңіл күйде отырайық дегенім ғой. Жақсы, сені айтып отырмын, сені көргеніме қуанып отырмыз. Осы өңшең қыздардың арасында әйтпесе между нами девушками болып кетті әңгіменің бәрі. Сен кішкене маған былай сеп болып отырсаң, әйтпесе мына қыздар жабылған кезде мен қайда қашарым білмей қаламын. Так, сонымен баспагер деген яғни жаңа Нұршат айтқандай, кітап шығаратын, кітап өнімдерімен айналысатын баспаның басшысы екен, баспа саласымен айналысатын адам. Яғни ол адамдардың осы баспа ісі бойынша білімі, дизайнерлік білімі, жалпы баспа маркетингі, менеджменті деген түсініктер бойынша білімі бар мамандар, өздері және кәсіпкерліктен, экономика жағынан, заңдылық жағынан білімі бар адамдар кәсіпкерлікпен айналысып, өздерінің көбінесе осы қазіргі таңда Қазақстанда көп жеке баспалар ашып алған. Ол әрине заңға қайшы емес, керісінше біздің Қазақстан Республикасының заңнамасында оған жалпы үкіметі болсын, ел басшылығы өте дұрыс қарайды. Себебі ол жеке сіз кәсіпкерлікпен айналыссаңыз, жеке кәсіпкер ретінде сіз мысалы үшін мемлекетке салық төлейсіз дегендей, сіздің арқаңызда қаншама азаматтар жұмыспен қамтылады, тағысын тағы. Сол сияқты енді жалпы алатын болсақ, ол әрбір саланың, әрбір баспагердің өзінің таңдаған жолда әртүрлі. Нұршат, енді мен саған бүгін көп сұрақ қоямын. Әйтпесе сен тағы қашып кетіп жүрсің. Қандай саладағы баспаларды білесің? Қандай кітаптар шығаратын баспалар деп айтайыншы. Түсінікті шығар солай. Білетіндерімнен общем. Әдеби жақтарын общем. Көркем әдебиет баспалары, тағы да. Және. Мектептердегі оқулықтар шығаратын баспа бар ма екен? Айналысатындар бар ма екен? Бар. Олар бір сөзбен не дейміз? Оқулықтар және оқу құралдарын шығаратын баспалар, Содан кейін ғылыми және ғылыми әдебиеттер шығаратын баспалар бар, Содан кейін мынау бала шағалар деп айтамыз ғой енді, жалпылама айтқанда. Мектепке дейінгі білім беру, оқыту, яғни балабақшаларға арналған баспалар бар, Ол өте көп үлкен нарық екен ол, егер былай аңдап қараған адамға. Себебі өте көп кітаптар жарық көреді, өте көп әдістемелік құралдар жарық көреді балабақшаларға арналған. Сондықтан да ол өте үлкен бір нарықтың бір саласы екен осы баспа саласындағы. Себебі біз жадынама дейміз, нұсқаулықтар дейміз, балаға, кішкентай балаға, балабақшада балаға қалай тамақ ішкізу керек, қандай тамақ түрлерін ұсыну керек, қандай мынау идеологиялық жұмыстар жүргізу керек, қалай тәлім тәрбие беру керек, салт дәстүр, әдет ғұрып деген, айта берсек өте көп. Бір ғана сол бір балабақшаға арналған әдебиеттердің өзі өте көп екен қарап отырсаңыздар. Сондықтан да сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға. Егер болашақта баспа ашам дейтін болсаңыздар, жалпы баспа саласына айналысатын азаматтар байып кетпесе, егер жұмысты дұрыс жүргізіп, керісінше кеткен адамдарды мен көрмедім. Сондықтан сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға. Бүгінгі таңда Қазақстанда бірнеше баспалар бар, Ол айталық жаңағындай мектеп оқулықтарын шығаратын мектеп баспасы дейміз, санат баспасы, қазығұрт баспасы дейміз, жаңағындай көркем әдебиет басқасын шығаратын. Содан кейін жаңағы айтып отырғандай біздің өзіміздің университеттің жанындағы Қазақ университеті баспасы. Бұл баспасы емес, баспа үйі деп айтсақ болады, себебі олар толыққанды жұмыс жасайды. Яғни басыңызға бір сіз мысалы үшін тапсырыс беруші ретінде
бір идеяны айтсаңыз, идеяны. Мысалы, Нұршатке, мен мынау сендердің мынау кириллицаларын түсінбеймін мен. Менде бірақ мынандай бір идея бар, керемет. Сол туралы бір кітап жазып берсін, шығарғым келіп тұр десең, сен айтып отырасың, біреу сені диктофонға жазып алады дағы, сенің айтқаныңды теріп компьютерға кітап қылып шығарып береді. Тек ақшасын төлесең болды. Жаңағы дизайнер де бар ол жерде, кітаптың мұқабасын, оның ішіндегі әрбір бетін барлығын дайындап береді. Сен тек қана сөйлейсің дағы, бір қалтаңнан ақшаны шығарасың да кете бересің. Бір айдан кейін дайын болған кезде аласың да кетесің, сатасың ары қарай. Оны Қытай тілі, мынау қазақтардың что-то алмай жатыр мен кітабын, қытайшаға аудартам мен. Қытайға апарып сатам десең, ақшасын төлейсің, қытайшаға аударып береді, сен Қытайға апарасың, сен сатасың миллиондап тиражбен. Бір-ақ күнде байып шыға келесің. Келесі жол танымай кетіп жүрме, бірақ сен балым екенбіз. Жақсы ма? Так, сол сияқты айтқандай бірнеше баспалар бар екен Қазақстанда. Бүгін таңда жаңа айтып отырмын, балалар әдебиеті деп жатырмыз, басқа жалпы өздерінің бағыт бағдарын анықтап алған баспалар бар. Сол баспалардың барлығын жаңа айтып өткендей өздерінің осы саладағы білімі бар, журналистік білім алған және дизайнерлік білім алған, экономикалық осы баспа саласындағы, полиграфия саласындағы маркетингті меңгерген, менеджментті меңгерген адамдар, яғни белгілі бір топпен жұмыс жасай алатын, басқарушылық қабілеті бар азаматтар арамызда бар екен. Енді түпнұсқа мен көшірме өнім түсінігі туралы айтатын болсақ, түпнұсқалық туындының зерттеу әдістерін айтуымыз керекпіз. Түпнұсқа дегеніміз не, Нұршат? Көшірме дегеніміз не? Қалай түсінесің? Оригинал дегеніміз не, көшірме дегеніміз не? Түпнұсқасы деген өз нақты жазылған, общем, сол автордың өз қолынан шыққан сондай шығар. Көшірме енді общем елдің былай алып дегендей. Қалай алып? Біреудің қолынан біреуге алып жазылған дегендей. Мынау в общем деген көп айтатын болсың сен. В общем деген орыстың сөзі, оны қоспа. Сондай менше түсінемінші. Бекзат, сен айта қойшы. Бекзат. Оригинал. Түпнұсқа дегеніміз ол автордың өзі жазған мәліметі болып табылады. Мысалға, реферат алатын болсақ, өзі ізденіп әдебиеттерден қарап жазғаны, ал көшірме дегеніміз ол сол дайын мәліметті алып, өзінің атынан жіберсе, сол көшірме болып саналады деп ойлаймын. Так, ана Ақбота дегендер бар мынау? Шымылдықтың ар жағына тығылып тұрғандар. Қосыңдар камераларын. Шынар дегені, Мариям дегендер. Бар екенсіңдер ғой. Әдемі жүздерін көрсетіп отырсыңдар, сендермен де общение ұстап отырайық. В общем деп Нұршат айтқандай. Ақбота, сенің қандай түсінік бар? Түпнұсқа мен дубликат дегенді қалай ажыратсақ болады, көшірме дегеніміз? Түпнұсқа деген мәселен кейде көне кітаптар мысалы көнеріп жатады, үстіндегі жазулары ескіріп жатады, сол копиясын жасайды. Бұл кезде кішкене көнерген жерлерін жаңартып деген сияқты сондай болады. Так. Мариям, сенің пікірің қандай? Мариям? Түпнұсқа деген сол ең басында жасалған нұсқасы ең бірінші, ал қалған уже копиясы, көшірмесі. Шынар, сен не дейсің? Мен де сол ойлаймын, түпнұсқа деген сол ең бірінші шығарыла салғандағы бірінші нәрсе автордың өзінің қолынан салып шыққан. Ал көшірме деген сол нәрсені көшіріп қайтадан өңдеген нәрсе. Так. Мөлдірден сұрамасақ ұят болады ғой. Ал Мөлдір, сен қалай ойлайсың? Мен де балаларға қосыламын, негізі сол түпнұсқасы сол автордың өзінің қолынан шыққан ғой, негізі түпнұсқасы оригинал. Ал жаңағы не дегеніміз копировать деп мысалы
еселенген, көп адамдарға қолданып, өз несіне керектенген тұрмыз ғой. Сондай ғой негізі. Енді ол көшірмеде де сол бірдей ақпараттар жазылып тұрады ғой. Көшірмеде де мысалы сен Мөлдір Сапарбек деп кітап шығарған болсаң, сенің көшірме деген түсінікте сенің сол шығарған кітабың бірден бір нұсқасы болып тұруы мүмкін да. Онда қалай болады? Қандай айырмашылық бар? Ол бізге жалпы көшірме деген дубликат деген қажет па? Жалпы не үшін қажет болса? Балым, сен қалай ойлайсың? Балымды қазір шатыстырайын деп отырмын мен әдейі. Қыздардың айтып жатқаны дұрыс негізі, жаңағы түпнұсқа деген ол автор, мысалға кітап болатын болса, автордың ол төлтума қолжазбасы өз шығармашылығынан туған. Ал егер соны біреу көшіріп шығаратын болса, оны ол копия немесе плагиат деп айтамыз ғой, сондай. Және бұндай жағдайда автор әрине кітап шығаратын кезде, басқа дүние шығаратын кезде өзінің авторский правосын қорғауы керек. Бұндай жағдайда егер автордың рұқсатынсыз оның көшірмесі жасалатын жағдайда, жаңа көшірме жасаған адам сотталып кетеді. Ол нормаль заң бар. Егер көшірме жасау үшін міндетті түрде оның оригинал шығарған адамнан рұқсат алу керек, және соның рұқсатымен ғана көшірмесін шығару керек. Бұл жерде қазір қараңыз. Көшірме дегенде бұл негізімен айтқым келіп отырмын, дубликат дейміз. Дубликат дегенде қазір қазақша қалай айтып жүр екен? Көшірме деп айта ма? Дубликат дегенде? Тура соның ондай жағдай болғанда. Сендер айтып отырған көшірме ол копиясы емес па? Копиясы. Сіз дубликат деген ол мысалы бір қазақ тілі кітабының бірдей көп версиясы дегендей ғой. Онда ол енді мысалға заказға байланысты шығады ғой. Мысалға бір оқу орны бізге мұнша кітап керек, соның дубликатын жасап беріңіздер деп айтады. Сол сияқты деп ойлаймын. Мысалы үйдің кілтінің де дубликатын жасатамыз ғой біз. Бізге керек кілт, біз үйде 3 адам тұрамыз, бірақ бір кілт, бізге 2 дубликат жасап беріңіз деген сияқты. Тапсырыс бойынша жасалатын нәрсе деп ойлаймын оны. Сондықтан дубликат деген қажет пе екен? Керек, әрине керек. Ол адамдардың қажеттілігіне байланысты. Басын шайқап отырған сияқты, енді қажет деп қалды. Иә, міне, жаңағы түпнұсқа, яғни, мысал үшін қазір бір ғана мысал айтып кетейін, мынау мемлекеттік деңгейде тендерден ойнатылады қазір, иә, өздерің білесіңдер. Осы баспа саласына қатысты, кітап шығаруға қатысты баспалардың арасында білім және ғылым министрлігі, я болмаса мәдениет және спорт министрлігі арнайы белгілі бір бағытта қоғамға қажетті дегендей тақырыптардағы оқулықтар деген сияқты, көркем әдебиет деген сияқты жалпы белгілі бір мерейтойға қатысты. Мысалы үшін өткен жылдары Әл-Фарабидің 1150 жылдығына, я болмаса Абайдың 175 жылдығына арналған сериямен кітаптар шығару керек болды. Сол кезде қайтты бірнеше баспалар қатысты оған. Қатысты. Яғни ТО дейміз, яғни жауапкершілігі шектеулі серіктестік ЖШС бар, ақылары бар, яғни акционерлік қоғам, я болмаса ЖК-лары бар, ИП дейміз, жеке кәсіпкерлер. Солардың барлығы тамыр таныстықты айтып жүріп, әйтеу конкурстарға, байқауларға қатысты, тендерлік байқауға. Ондағы мақсат жаңағы үлкен көлемдегі қаражат ұтып алып, соның кейін не істеу керек? Ары қарай соны тапсырыс берушінің алдында өзінің міндеттерін орындау керек болған. Енді осы реттен келген кезде ірі жаңа акционерлік қоғам болсын, жауапкершілігі шектеулі үлкен компаниялар болсын, олар енді өздерінің күші жетеді, адам күші жетеді, техникасы бар, технологиясы бар дегенде, олар ұтып алған үлкен көлемді объем деп айтқанда, сол объемді ол уақытында орындап беру мүмкіншілігі бар. Ал енді жаңағындай ИП дейміз, ЖК-ларымыз, олар ұтып алаттағы біреудің не істейді? Біреудің оборудованиесін әкеледі, яғни құрал жабдықтарын әкеп, мынау менікі дегізіп, уақытша тендерге қатысқанша. Содан кейін барып тендерді ұтып алғаннан кейін, жаңағы не істейді? Өздерінің күшімен, я болмаса сол жаңағы келісілген компаниямен бірігіп отырып, басындағы бір оригинал, айталық бір 1000 данасын дей ма шығарады, белгілі бір кітаптың 1000 данасын дей, өздері шығарады. Ол енді оригинал болып саналады. Ал енді соны істейді ары қарай. Бір жағынан уақыт ұту үшін, екінші жағынан ақшаны үнемдеу үшін
Ол мына көрші еліміздегі үлкен нарық қай ел екен? Нұршат? Қай мемлекетке тапсырыс береді екенбіз біз? Қытайға. Мынау бәле ғой мынау. Иә, яғни Қытайда себебі халық көп болғаннан кейін тұтынушы көп, сәйкесінше ол жерде кез келген заттың құны бізбен салыстырған кезде арзан болып келеді. Сондықтан да біздің жаңа пысықайлар бараттағы тура сол кітаптың бүкіл электрондық нұсқасын береді оларға. Содан кейін Қытайдан шығартып алады. Дубликатын жасатып алып береді. Байланбай мың тиражбен. Жаңа мысалы үшін Нұршат қанша тираж керек, сонша тиражды әкеліп береді Нұршат. Нұршат оны алады дағы, министрлік айтады, міне оның бәрін біз өзіміз шығардық, мектептерге тарата берейік па дейді. Министрліктен рұқсатын алып алады, содан кейін бүкіл мектептерге, я болмаса бүкіл мынау кітап дүкендеріне таратып бастайды. Енді ары қарай шығатын мәселе туындайтын. Ол жаңағы айтып отырған оригинал мен дубликаттың айырмашылығы неде болып шығады? Кітаптардың қалай анықтауға болады? Несіне қарап анықтаймыз? Штрих-кодына қарап па? Штрих-код ол бірге бір, бәрі бірге тұрады. Суретті қалай штрих-кодта қалай тұр? Тура солай жазып бере салады. Нұршат, сен қалай ойлайсың? Ау. Ажырата алмайсың ба? Білмеймін дейсің ба? Так, кім біледі? Кім жауап береді? Мысал үшін дейік, мысал үшін, мына жерде мынандай бір кітап, міне. Үлкен қарасаңыздар, үлкен кітап, міне. Осындай кітап. Осы кітап мысалы үшін жаңағындай айтқандай басында бір образын айтып отырмын. 1000 данасын мысалы өзімізде Қазақстанда өндірді. Қағаздың барлығы сәйкесінше Қазақстандағы өндірілген қағаз болуы мүмкін. Мен жалпы айтқанда. Ал енді жаңа үлкен тиражда орындау үшін олар Қытайға тапсырыс берді. Бір қарағанда Қытайдікі де біздегі шыққанда бірдей болып шығады. Мына жағынан қарайсың, былай қарайсың, бәрі бірдей. Бірақ айырмашылық қағаздың сапасында, ең бірінші қағаздың сапасында болып шығады екен. Сонан кейін бір ғана ескеп қалған кездің өзінде де бояудың қолданылған бояу, қолданылған желім, яғни клей дейміз ғой. Супер желім деймі, қалай деймін, сендерді білмеймін. Содан мына түбіне қолданатын жерде маталар бар, ешқандай. Түп дейтін түбіндегі. Солардың барлығында айырмашылық бар екен. Біз егер өздері кезіктіңдер ме, кезікпедіңдер білмей, кейбір кітаптарды мысалы үшін былай бүктеп, бір құмарың қанғанша бүйтіп айқастырып алып отырып оқи бересің. Кейбір тура сол сияқты кітапты алып, бүйтіп бір-екі рет бүйтіп қалсаң, мына жерден қиылады деп қалады. Ол енді белгілі болып тұр енді қайдан шыққандығы. Ол енді Нұршаттың орындап берген тапсырысы болып шығады ар жақта. Түсінікті ме? Яғни мына жерде бояу және қағаздың сапасы. Қытайдан шығып келген қағаздар, олар білмеймін, таза қағаз емес. Ол енді арасына қосылған неше түрлі қоспасы бар қағаз типтес дүние. Қағаз типтес материал деп айтсақ болады. Яғни бір қарасың қағаз, бірақ оны былай ақырын майыстырып қалсаң морт етіп сынып кетуі мүмкін. Ондай оқиғалар өкінішке орай бізде жиі кездесіп отыр. Түсінікті ме? Сондықтан мына дубликат пен жаңағы оригиналдың айырмашылығы сондай жерлерді білініп қалады. Сонан кейін жалпы дизайнды алатын болсақ, киім дизайн алайық. Мысалы үшін балым ойбай, я хочу турецкий дейді, мысалы үшін бір түрік бутиктерінен бараттағы керемет бір киімдерді алады. Сонан кейін бір айдан кейін қараса, тура балымдық сияқты тағы біреу киіп жүреді. Ой, мынау киіп алыпты, менікі сияқты деп. Оның қалтасында ақшасы жоқ еді, бұл қайдан алды деп. Бірақ бір қарасаң бірдей болып шығады. Сөйтсе ол жаңағыдай дубликат екен. Көбінесе қазір шығатын киімден шубаларға қатысты. Трендтағы әңгіме ғой қазір қысқы кезде айтатын. Шубаларға қатысты, соның аяқ киімдерге қатысты. Айтамыз, мынау мысалы үшін Түркияда шыққан сапалы аяқ киім дейміз. Ал екіншісі қарасын тура соған ұқсайды, сол екен деп қаласың, бірақ оның табаны басқаша болып шығуы мүмкін. Былғарысы басқаша болып шығуы мүмкін. Себебі ол қайда шыққан? Нұршат біледі оны. Қайда шыққан? Сол жақта шыққан болуы мүмкін. Яғни көрші мемлекетте шыққан болуы мүмкін. Олардың да қазір
біздің қазақстандықтардың талап өзгергеннен кейін қазір байқасаңыздар соңғы кездері Қытайдан да келетін тауарлардың сапасы бұрынғыға қарағанда әлдеқайда жақсарып келеді. Себебі оларда халықтың нарықтың талабына сәйкес олар соған сәйкес қызмет етеді, соған сәйкес әрекет етеді. Түсінікті ғой? Сондықтан кез келген киімді, ол мысалы сырт киім болсын, іш киім болсын, барлығы жалпы біз бірінші қайсына қараймыз? Түсіне қараймыз, содан кейін ыңғайлылығына қараймыз. Соған сәйкес біз алып бастаймыз. Егер ол жақсы өтіп жататын болса, оны міндетті түрде не істейді? Басқалар көшіріп ала қояды дағы, оның жаңағындай дубликаттарын жасап бастайды. Баяғыда ең алғаш 95-ші жылдары, 97-ші жылдары Adidas деген бір шығып, Montana деген спортивкалар шығып. Сол кезде бір күні спортивкалар шықты, аяқ киімдер шықты, Adidas деген күшті кроссовкалар. Бір күні барып дүкеннен қарасам, Adibas деп тұр. Adibas не істеп қойм? Adidas емес пе? Вроде деп. Сөйтсем Adibas деп жазып қойыпты. Сөйтіп анан алып бүйтіп табан тексеріп бұғып басақ бұрт етіп сынды кетті табан. Кимей жатып. Сондықтан оның қайдан шыққан Нұршат точно біліп отыр енді. Жалпы сондықтан келген кезде жаңағы түпнұсқа мен көшірменің, яғни дубликаттың айырмашылық жерімен көптей екен. Енді оған неге заң жүзінде тыйым салмайды деген сұрақ туады ғой. Егер нашар болса, егер яғындай сапасы әлдеқайда төмен болса. Себебі біздің жалпы алғанда Қазақстанда алайық, мысалы 19 миллионнан сәл ғана асқан халық болса да, жалпы әлемді алсақ та, әлеуметтік жағдай халықтың әртүрлі. Жаңағы қымбат шыққан, мысалы Қазақстанның өзінде, Алматының өзінде қазір жақсы аяқ киімдер шығып жатыр, мысалы жақсы дизайндағы небір композициялармен дизайнмен жасалған аяқ киімдер. Бірақ оның бағасы өте қымбат. Себебі бізде тұтынушылар оның саны аз болғандықтан сәйкесінше оның бағасы қымбат болады. Ал егер мысалы үшін сол дизайн ұнап, жарнамасы былайша айтқанда таралып әлеуметтік желілер көп болып шыға бастайтын болса, оны не істейді? Оны ақырын біреу жылпос барады дағы, Қытайға барып, оның дубликатын жасайды дағы, бұрқырап сатады. Ойбай мынау жаңағы мынандай Сман деген бутиктің несі маркасы деп, я болмаса жаңағы Републиктікі деп. Сол сияқты, яғни олар нарық болғаннан кейін сол саладағы қандай тауар өтімді болып жатыр, соны міндетті түрде дубликатын жасауға тырысады екен. Олар жаңағыдай өзінің күнкөрісін, табысын арттыру үшін қажет болса, екінші жағынан тұтынушыларға да, яғни қолжетімділік жағынан қажет екен. Сондықтан да оған біз заңмен тыйым сала алмаймыз. Жаңағы дубликат өндірісіне мен айтқым келіп отырмын. Түсінікті ма? Айтсам бола ма ғой? Айтам. Мәселен, қазір көптеген дүниежүзілік брендтер бар, киім шығаратын, тағы басқа аяқ киім шығаратын деген сияқты. Танымал болып кеткен тіпті шоколадтар да бар. Олардың барлығын қазір уже сол сіз айтқан дубликаттар бар да, копияларшы. Кейбір качество деп жақсырақ качествода шығарады, кейбіреу өте нашар качествода шығады. Негізінен алып қарасақ, сол жаңағы брендтерді сондай дәрежеге жету үшін олар қаншама еңбек етеді, тер төгеді, осындай дәрежеге көп уақытта жетеді да, оны келеді да біреу подделкасын жасап, копиясын жасап, рахаттанып сол сатып, сол біреудің еңбегін жеу болады да, ол негізі. Меніңше соған қарсы заң шығару керек сияқты. Оны біз мүлдем тыйым сала алмаймыз. Нұршат, Нұршат, ұйықтама. Бармын. Мен түрін көрсетіп отырмын, әйтпесе қазір ақбота іздеп отыр. Мен айтып жатқанда Нұршат қайда жүреді. Сен қашпа, сен қазір біз қайтадан өшіп қосыламыз, міндетті түрде қосыл, саған ерекше тапсырма айту керек болды ғой. Ұқтың ба, қазір қашып кетіп жүрме, қазір тағы да бір сабақ бар. Так, енді ары қарай кеттік. Яғни бұған біз жаңа айттық, заңмен тыйым салынбайды, заң аясында бұлар әрекет етіп, яғни жұмыспен қаншама адам қамтиды, бұлар дубликат өндірсе де, бұлар мемлекетке салық төлейді. Жаңа бірақ сен айтқандай бұл жаңағы подделка деп отырсың ғой. Подделка деген әңгіме бір бөлек, сәл өзгешелеу. Себебі ол заңнан тыс жасалған. Мыналар, бұлар мынау
жаңа мен айтып кеткендей белгілі бір жеке меншік кәсіпорын өзінің тауарын өзі басқа біреумен келісім жасап, басқа бір субподрядчик деген түсінік бар ғой, мердігер деген түсінік бар, иә. Басқа үлкен бір компанияға я болмаса кіші компанияға беру мүмкін. Ол да заңмен қарастырылған. Келісімшарт жасалады, тағысын тағы дегендей. Ал енді тағы да бір түсінік бар. Ол лицензия деген түсінік бар. Яғни өзінің брендтік тауарын басқа бір компанияларға лицензиямен береді. Ол әлде қайда сапалы дүние болып шығады. Мысалы үшін жай ғана бір телефонды алайық, иә, смартфон, iPhone дейікші. Тарисіңдер ме, білесіңдер ме iPhone дегенді? Бәрінде iPhone шығар, бірақ сендер. Сол iPhone телефонның өзі, мысалы үшін, Америкада өндірілетін болу керек болса, ол қайда өндіріледі бізде қазір? Тайванда дейді, Араб Әмірліктері дейді, Қытай дейді. Ау. Негізі өзі Калифорниядан шығу керек қой, бірақ детальдары сол жақта шыққанмен Қытайда, Арабский Эмираттарда әртүрлі елдерде жиналады ғой. Соған байланысты телефонның да качествосы әртүрлі болып келеді. Алло. Сабақ болып отыр, сабақ болып отыр, соны қабырсайды. Аха, не дейсіз? Ойын бөліп жүрді ғой. Кешірім өтінемін. Қалай дедің? Өзі iPhone Калифорниядан шығу керек қой, бірақ қазір оның детальдары сол жақта шыққанмен әртүрлі мемлекеттерде жиналады. Мысалы Қытайда, жаңағы Араб Әмірліктерінде жиналады. Соған байланысты телефонның качествосы да әртүрлі болып келеді. Ішіндегі артикул номері телефонның көріп қай мемлекетте жиналғанын білуге болады. Яғни олар лицензия алып, негізгі тауар белгісінің иесінен, не? Соның ары қарай өздерінің дубликат өнімдерін жасай береді екен. Бірақ сәйкесінше кімнің ары қаншама таза дегенге келеді ғой мына жерден. Кейбіреулер өте сапалы, былай қарасаң, бірде бір сапамен жасауға тырысып жасады. Кейбіреулері қалай болса солай, әйтеуір тауар ретінде өткізуге тырысады. Мысалы үшін iPhone десе, iPhone'ның алманың мына жағын емес, екінші жағын ойып қоятындар да бар, иә. Кімдер істейтін олай, оны тағы да нұшап біліп отыр. Сонымен қатар кітаптарды айттық, киімді айттық, телефонды айттық, енді не қалды? Мысалы үшін автомобильдердің дизайндары бар. Автомобильдердің дизайндары бар. Toyota дейміз, Lexus дейміз, Mercedes дейміз, тағысын тағы. Содан, мысалы үшін екеуінен біреуі құрастырып жасайтын мына біздің көршіміз Қытай мемлекеті. Алдынан қарасаң Toyota, артынан қарасаң неме дейді? Өткенде Infinity дейм ба, сондай дейді. Соны қалай түсінуге болады, оны Нұршаттан сұрап көріп болды. Айтып берші, Нұршат. Неге олай істейді олар? Екі машинаны бір машина құрастырып. Оны қалай түсінуге болады? Жоқ, білмеймін ағай. Мынау бәлекен енді. Білмеймін деген бір ағыз сөз дейді ғой. Жақсы. Жалпы түсінік түпнұсқамен дубликат туралы түсінікті ғой, сіздерге. Жақсы. Баспагерлерді айттық, түпнұсқалық дегенді айттық. Енді мен өткендегі берген тапсырмамыз бойынша мына жерде қазір қайсысы отыр бізде? Так. Бекзат бар екен, Бекзат. Шекено, сөйлеп жүресіз ба? Өткендегі тақырып бойынша. Бастап жіберейік. Сенде 4 минут уақыт бар. Ал кеттік. Менде тіл туралы заң мен жарнама заңы болған. Жарнама туралы заң 2003 жылы 19 қарашада шыққан болатын. Жоқ, 19 қарашада. 2003 жылдың 19 желтоқсанда шыққан болатын. Бұл заңда біріншіден бұл Қазақстан Республикасының аумағында жарнама жасау, тарату, орналастыру және пайдалану процесінде туындайтын заң болып табылады. Бұл заңның негізгі мақсаты жарнаманы жасау, орналастыру, пайдалану үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету, жарнама саласындағы жоқсыздық бәсекеден қорғау және жөнсіз жарнаманы болғызбау болып табылады.
Бұның ең біріншіден жарнаманы дәйекті әрі түсінікті болуы тиіс деген ереже бар. Ал екіншіден Қазақстан Республикасының аумағындағы жарнама мемлекеттік және орыс тілдерінде, сондай-ақ жарнама берушінің қалауы бойынша басқа тілде де таратылады. Ал оның мазмұны бір тілден екінші тілге аударылғанда негізгі мағынасын ауытқымауы тиіс. Үшіншіден, сатылуына және жасалуына тыйым салынған тауарларды жарнамалауға жол берілмейді. Егер жарнама беруші жүзеге асыратын қызмет лицензиялауға тиіс болса, онда тиісті тауарды жарнамалау кезінде лицензияның нөмірі және лицензияны берген органның атауы көрсетілуі қажет. Ал аза тұту күндерінде теле және радио арналарында жарнама беруге тарих пен мәдениет ескерткіштері, ғибадат ету объектілері аумағында, сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жарнамаларды орналастыруға тыйым салынған. Сонымен қатар ана сүтін алмастырушылар, этил спирті мен алкоголь өнімдерін Қазақстанда сертификаттау өтпеген және міндетті түрде сертификаттауға жататын тауарларды, қаржылық пирамидалардың қызметін жарнамалауға жол берілмейді. Осы заңның 6 бабына талаптарына сәйкес тіркелмеген діни ұйымдар мен діни оқу орындарын, электрондық казино мен интернет казиноларын жарнамалауға да қатаң тыйым салынған. Сонымен қатар жарнама Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуді, тұтастығын бұзуды, мемлекеттік қауіпсіздігін нұқсан келтіруді, тектік топ және рулық араздықты қоздыруды, зомбылыққа бас ұруды, сондай-ақ мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді және өзге де құпияларды пайдаланмауы тиіс. Тағы осы заңның 17 бабының 1, 2, 3 тармақтарында мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдарының құзыреті айқындалған. Ол мемлекеттік органдар жарнама туралы заңнаманы бұзушыларға жауаптылық шараларын қолданып, жеке немесе заңды тұлғалардың жарнама қызметі мәселелері бойынша өтініштерін қарап, жергілікті атқарушы органдар елді мекендерде сыртқы объектін орналастыруға рұқсат беріп және немесе заңды тұлғалардың жеке немесе заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдерінің жарнама қызметі мәселелері бойынша өтініш қарап, жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады. Жақсы. Так, Нұршат, естіп отырсың ба? Қазір қайта қосыламыз. Иә ғой. Егер де жарнама бітіп жатыр, кім Бекзат қайтадан